Құрметті тыңдармандар, біз сіздермен бүгін фирма шығындары тақырыбын жалғастырамыз, және де біз бүгін шығындардың басқа қосымша түрлерімен, сонымен қатар пайда түрлерін қарастыратын боламыз. Жалпы шығындар дегеніміз не? Шығындар дегеніміз кәсіпкер өзінің өнімін өндіруге немесе қызметін көрсетуге қажет ресурстарды сатып алуға жұмсаған ақшалай сомаларды айтамыз. Мысалы үшін, кәсіпкер өзінің өнімін өндіру үшін құрал жабдық сатып алады, немесе торт өндіру үшін ингредиенттер сатып алады. Сол жұмысты атқаратын қызметкерлерге жалақы төлейді. Осының бәрі фирма шығындары болып табылады. Фирманың келесідей шығын түрлері бар: анық шығындар және анық емес шығындар. Анық шығындар дегеніміз ол фирма жаңағы ресурстарды сырттан сатып алған жағдайда фирмаларға төлейтін тікелей ақша төлемдерін анық шығындар дейміз, немесе оны қосымша бухгалтерлік шығындар деп атайды. Мысалы үшін, фирма өзінің торттарын жеткізу үшін сырттан газель автокөлігін жалға алады, және сол компанияға төлейтін тікелей ақша төлемдері анық шығындар болып табылады. Анық емес шығындар дегеніміз кәсіпкер өз иелігіндегі ресурстарды қолданғандағы шығындарын айтамыз. Мысалы үшін, фирма торттарды жеткізу үшін сырттан газельді жалға алмайды, өзінің меншігіндегі газельді қолданады. Осы газельді қолдану барысындағы шығындар анық емес шығындар деп аталады. Анық және анық емес шығындардың болуына орай біз бухгалтерлік және экономикалық пайданы есептей аламыз. Оң жақтағы суретке назар аударсаңыздар, егер де біз жиынтық табыстан, total revenue'дан сыртқы жеткізушілерге кететін анық шығындарды шегерсек, біз бухгалтерлік пайданы есептей аламыз. Енді сол жақтағы суретке назар аударсаңыздар, егер де біз жиынтық табыстан сыртқы жеткізушілерге кететін анық шығындарды шегерсек, сонымен қатар өзіміздің иелігіміздегі ресурстарға кететін анық емес шығындарды шегерсек, біз экономикалық пайданы есептей аламыз. Естеріңізде болсын, экономикалық пайданың көлемі бухгалтерлік пайдамен салыстырғанда әлдеқайда аз болады. Экономикалық пайданы есептеудің басты мақсаты қандай? Экономикалық пайданы есептеудің басты мақсаты келесіде. Компания өзінің иелігіндегі ресурстарды альтернативті бизнес түрінде, басқа жолда қолдану арқылы одан пайда көре алады. Экономикалық пайданы есептеу арқылы біз қолымыздағы ресурстарды қаншалықты тиімді қолданып жатырмыз, соны анықтай аламыз.